Шошқалар аралы. Ресми атауы Big Major Cay. Багам аралдарында орналасқан ерекше туристік орын. Бұл арал тек суда жүзе алатын жабайы шошқалармен танымал. Олардың қалай аралға келгені жайлы нақты дерек жоқ, бірақ бірнеше қызықты теория бар. Кемелердің экипаждары шошқаларды азық ретінде әкеліп, кейін қайтып оралуға жоспарлаған, бірақ аралды ұмыт қалдырған. Шошқалар кеменің апатынан аман қалып, жақын арадағы жағалауға жүзіп жеткен болуы мүмкін. Кей деректерде шошқаларды арнайы әкеліп, аралды туристер үшін тартымды орынға айналдыру үшін тырысқан дейді. Шошқалар достық қарым-қатынаста және туристерді көргенде суға жүзіп келіп қарсы алады. Олар аралдағы тұщы су көздері мен туристердің әкелген жемістерінің арқасында тіршілік етеді. Сонымен қатар аралда бірнеше жабайы мысықтар мен ешкілер де бар. Бұл орын жыл сайын көптеген туристерді қызықтырып, суда жүзетін шошқалар феномені ретінде белгілі болып отыр. Аралды табу үшін Эксума архипелагына барып, туристік катерлер немесе яхталарды пайдалануға болады. Туристер негізінен жақын маңдағы Стенил Кей қаласынан аралға жетеді. Шошқа жағажайының етікке ұқсайтын тұрақты емес пішіні бар. Бұл арал туристердің сүйікті жері. Көпшілігі оған адамдардан қорықпайтын және аралдың батысында орналасқан жабайы үй шошқаларын көру үшін келеді. Алғаш рет шошқалар аралда 2014 жылы анықталған.